ұбт-ға санаулы жылдар қалды. Күнде естимін. Бал, грант, дайындық. Ал егер оқуға түспесем, ақылы оқу керек болады. Ол деген аз ақша емес қой. Мен ол жайлы ойламаймын. Маған ата-анам баяғыдан білім депозитін ашып қойған. Шынымен ба? Маған ше? Әлде кеш емес қой, ә? Жоқ, қазір де ашсаң болады. Ертерек ақша жинаған жөн болады. Бұл депозит қалай жұмыс істейді өзі? Түк түсінген жоқпын. Мен де бірден түсінген жоқпын. Кеттік бірге интернеттен көрейік. Міне, Финграмота KZ сайтындағы мақала. Қара, бәрі қадам-қадаммен түсіндірілген. Мемлекет жыл сайын 5 және 7% сыйақы қосады. Тек жоғары оқу орны ғана емес, колледж ақысында төлеуге болады. Грантқа өтсең ақшаны басқа оқу шығындарына жұмсай аласың. О, егер грантқа түссем де ақша жоғалмайды екен. Жатақхана, тамақ, техника бәріне жарайды. Иә, тіпті магистратураға да жата аласың. Ең бастысы ақша сенікі болып қалады. Ата-анаңмен жинақтау мерзімі мен сомасын келіс. Ақыл бағдарламасына қатысатын банкты таңда. Депозитті онлайн немесе банк бөлімшесінде аш. Ай сайын өзің қалаған соманы салып отыр. Әкемен ақыл депозитін ашқым келеді. Кішкентай сомадан да бастауға болады, қалтапұлдан да қосамын. Мен оқуға дайын болғым келеді. Жақсы қызым, дұрыс шешім. Бұрын ақша жинау қиын деп ойлайтынмын. Шын мәнінде оңай екен. Ең бастысы бастап кету. Білім сен болашағың. Жинауды бүгіннен баста. Ақыл бағдарламасы саған бұл жолда көмектесе алады.